Тәубе мен шүкіршілік. Екеуі екі түрлі ұғым. Қатты біз бір затқа қуанған кезінде тәубе деп кетеміз. Бұл қателік. Бұл қателікті мен өзімде жасағанмын кезінде. Психосоматикаға келмес бұрын мен себебін не үшін айтылатынын, қалай айтылатынын мен білмейтін тұғынмын. Бірақ қуанған кезде шүкіршіліктің орнына тәубе деп айтатынмын. Ал негізінде тәубе бұл жасалған оймен, іспен, сөзбен жасалған күнәға жасалынады, тәубе етіледі. Тәубенің өзінің үш шарты бар өзіндік. Яғни оның біріншісі қате екенін мойындау, өкіну және қайталамаймын деп уәде ету. Ал шүкіршіліктің тоже үш шарты бар. Шүкіршілік ол қуанғанда, қазіргі халіңізге, жеткен жетістігіңізге оның айтылатын жөні бір бөлек. Шүкіршіліктің де үш шарты бар. Оның ең бірінші шарты Алладан екенін мойындау, екінші балаша қуану және шүкіршілікті бір Алланың жолында қызметте арттыру. Пользуйтесь.